кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмесең, жүрегім менің Маңғыстау. Достар, түсір болмаш қазір. Қасы? Мама? Мә, Аққу деген қыз, бұл қатесін. Аққу деген қыз осындай кәнін алды. Вау, красота. Именно осындай моментте жолсыз қосыңыз. Күшті. Бәзға қарады. Сен берген қостардың қанатын самғаған. Жаңағы молда кісілердің жататын жерлері жер асты мешіттермен толып тұр. Атының өзіне келетін болсақ, неге қапамсай, осыдан тіке қарайтын болсаңыздар, қазір деген тастардың жиналып, ағаш қойылғанды көруіңізге болады, бір кісі жерленген осында деген, қырда. Сол кісі қапам деп атаған екен, сол кісі адамдар баспасын, мал баспасын деп, осы қырға жерлеген екен, батыр кісі болған екен кезінде деген. Сол кісінің жаңағы несіне атына, құрметіне осы сайды қапамсай деп атап кеткен екен. Түңілмей ақ бақыттан ақ көбік күліңін сүйемін сұлу ақтаудың әлемге аян мақтаулым Маңғыстау тілі төбегім менің жүрегім қаңтарда жарап тарпыған мұз-жалап қарды қарпыған бойдасыз өскен құмдағың бурасы қандай шудалы боз торғайы қалқығаны қаптабы бетті шарпыған төлеген жырын сарқыған шәмшіде салған шалғып ән бұл дала менің жүрегім Маңғыстау майды түбегім туған жер мені түлеттің мен сені мәңгі жыр еттім қабағыңдау күзеттім қара тасыңа күлектім сен болсаң ару оянған мен кеудеңдегі жүрекпін. Снаружи она холодна как лед, но у нее мягкое сердце. Она, наверное, через многое прошла в своей жизни.